Өңірде есірткісіз болашақ жобасы жүзеге асырылады, яғни енді колледж студенттері наркотест тапсыратын болады. Мақсат есірткіге тәуелді жасөспірімдерді ерте бастан анықтап, оларға дер кезінде медициналық көмек көрсету. Осыдан 10 жыл бұрын облыс бойынша 45 мыңнан астам оқушы тестілімше тапсырып, соның ішінде 433 жасөспірімнің есірткі тұтынатыны анықталған. Қазіргі таңда аймақ бойынша арнайы есепке алынған жасөспірім жоқ, дегенмен есірткіге тәуелді 850 ересек адам тіркеуде тұр. Есірткі бизнеске қарсы күрестің бір оңды тәсілдерінің бірі ол сұранысты, тауарға деген сұранысты азайту. Сол себепті біздер осы жоба аясында колледж оқушылар арасында наркотестті өткізуді жоспарлап отырмыз. Тағы бір жаңалық, облыста Дельта-Сырдария бекеті ашылмақшы. Бұл құрылым тек есірткі бизнесімен күреседі. Яғни профилактикалық іс-шара барысында еліміздің әр өңірінен арнайы мамандар келіп, қара сораны егу, жинау фактілерін болдырмауға жұмыс істейді. Алқаптардан алынған есірткі заттарына тоқтайтын болсақ, оның салмағы 75 тоннадан асып отыр. Салыстыратын болсақ, 2015 жылы алқаптардан алынған есірткі заттарының салмағы 50 тоннадан асатын тұғын. Біздің аумағымызда жылдан жылға есірткі заттарының егу фактілері көбейіп отыр.